Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді, көпшіліктеріңізге ұнайтын және тез әрі аз ингредиенттермен әзірленетін муравейник тортымен бөлісемін. Толық ингредиенттер тізімі осы видеоның астында көрсетілген. Шұңғыл ыдысымыздағы ұнға қант ұнтағы мен қопсытқышты салып араластырамыз. Достар, каналға тіркеліп, келесі видео рецепттерді өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Келесі жұмыртқамызды осылайша видеодағыдай араластырып, үстінен сары майымызды саламыз. Жоғарғы сападағы сары май болуы қажет. 82%-дан кем емес. Осылайша араластырып, үстелдің үстіне қойып, барынша жақсылап тағы да илеп шығуымыз қажет. Қамырымызды үккіштен өткізетіндіктен өзімізге ыңғайлы етіп формасын келтіреміз. Целлофановый пакетке салып, тоңазытқышқа 30-40 минутқа жібереміз. 40 минуттан кейін қамырым жұмсақтау болып көрінгендіктен қосымша 10 минутқа мұздатқышқа салып қойдым. Бірақ өздеріңіз қараңыздар, әркімнің майы әртүрлі. Противеньге пергамент қағазын төсеп, ет турағышпен немесе мен сияқты үккіштен өткізіп шықсаңыз болады. Бір қалыпты етіп жайып шығуымыз қажет. 200 градуста қызып тұрған пешке 15-20 минутқа жібереміз. Достар, мұқият қарап тұрыңыздар, әркімнің пеші әртүрлі. Әдемі сары қоңырлау түс болған кезінде алып шығып, төңкеріп шығуымыз қажет. Тағы да 5 минутқа жібереміз. Шұңғыл ыдысымызға салып, үстінен бір құты қоюландырылған сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырып шығуымыз қажет. Дайын болған муравейникті тарелкеге саламыз. Бірақ өзіңіздің қалауыңыз бойынша белгілі бір формаға келтіріңіз, немесе арнайы формочкаларға да салуға болады. Муравейникті кунжутпен безендіріп, үстелдің үстіне қоя берсеңіз болады. Жақындарыңызға ұнайтынына 100% кепілдік бере аламын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Достар, видеом ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.